Çıkarttın mı? Жас жүріктер алдан қадірлерімен жымпитыға, Сырым даласына қош келдіңіздер. Ал кетті мінекей, опыр-топыр қозғалып, 30 ғынан. Мәреге қарай бет алды. Бәрекелді, бірінен кемдігі жоқ. Шақпар жігіттер! Екінші номердегі мына мінекей дараланып алға шыға бастады. Менің көзіме қақым бар. Қалғандардың бірінші шамда қалды. Ана қарсы кеттім. Haydi! Алладан тандырайық соңғы айналымда. Бәрекелді, Фаркенмен Наурызды түген, Абаданмен Наурызды түгендеп біздің көрде қайда деп жатыр. Ал мінекей қадыр тойындағы жарыс алаңының алғашқы шағын көтеріп және бірінші болып мәреден кіретін 30-шы Алыстағайын 2 мен 3-ке талас кімге бұйырады? 12 ме? Әлде 16 ма? Бәрекелді 12-ші 22 мінеге. Қаппаған ғой? Мінесіп қарсылық көрсеткен. Топайға басталды. Мына да ұсты тұтқау керек. Айда. Түн! Бәрекелді баға. Зіргі артын жарыс бастап жатыр еді. Болықын баласы салды. Бойына 22-ші номердегі Қарақат алға ұмтылды. Оның артынан 25-ші номердегі Падишах тақап бара жатыр. Шаңғы қарасына оқып жүрген біздің мерейіміз құлын болып кетіп еді, құлагел болып оралайын деп жатыр екен. Мерей туған жеріне қош келді! Міне қадыр тойына сый осындай болады қадірлеріме. Жамбыл Бөбекбайдың жүйрігі Топжарды 13-ші номерде. Қозбайып Мұрат ағамның жетісуі. Қонағымыз қойалайын қошемет. Ал 3-ші жүйрік кім екен? 1-ші номер. Жан қинап кәді. Ай, тоқтап қалады. Естімей жатқан болар қадірлі ағайын. Амықтай топырақты. Кетті ме өзі ме? Ай, бәрекелді. Міне дауыс. Анжақта жіберейін. Шыдай алмай тұрсыздар ғой жігіттер алға! Жігіттер соқпады ма? Шап! Жігіттер! Айда. 22-ші номердегі Құспалағы менен Мерей! Шап! Сіз әне кәді. Мінекей сол жақтақтардан қамшылап 2-ші номердегі топты бастап шықты бірақ 5-ші номерде ал қайсыды бәрекелді өт бауыр өт Алды қалып қойды ғой. ой бәрекелді Мадияр Құрманғалиев мырзаның ақ жайығы 3-ші орын қала жүлдені иегері атанды. ой бәрекелді қадірлі қалайық. Жаңа ғана біздер шығарып салған жүйріктер жоқ, бір тұлпардың оларына қалған жоқ. Әділдіктің, адалдықтың бәйгесіне ат қоссаң, жеңсең де олжалысың, жеңілсең. Аламан бәйгеден бас жүлдені жаңа өзен қаласынан. Молодец.